Осы Назарбаевқа жақын жүрген, осы саясатта өте сұңғыла бір жігітпен осыдан бір 10 жыл бұрын ба, 15 жыл бұрын ба сұхбаттастым. Сол кезде сұрадым, мынау нағып өзінің елін жаншып тонап, нағып қазақ мәдениетін бәрін қиратып барады, қолында бүкіл билігі тұрса да деп. Сосын бұл айтады, егер бұл дейді Қызылорда сияқты, болмаса бір Маңғыстау сияқты, болмаса бір Созақ сияқты, болмаса бір Атырау сияқты ма, бір күй, жыр, бір ауыз әдебиеті өте терең кеткен, сондай бір Қызылорданың бір жаңағыдай жыршылар отыратын ауылында туып кішкентай кезінен сондай бір ұлттық құндылықтар құлағына сіңіп өскен адам болғанда бұл басқаша болар еді дейді. Бұның дейді өзі туып өскен ауылында ана Сталин қуып жіберген ингуш, шешен, андай, мұндайлардың бәрін үйге әкеліп төгіп тастайды ғой дейді. Иә десем, сондықтан бұл солардың арасында өсті, және оны өзінің Әділеттің ақ жолы деген кітабында мақтанып айтады дейді. Жаңағыдай біз осындай көп ұлтты ауылда өстік деп дейді. Ол оны таза советтік менталитетпен жазып отыр дейді. Жаңағыдай, өйткені советтің кезінде интернационализм, барлық ұлтпен араласуымыз керек, орыстан қатын алу керек деген нәрсе қатты насихатталды ғой. Сондықтан сол насихаттың үгіттің жетегінде кеткен адамдар ретінде бұл осылай қалыптасты дейді. Сосын бұл нағыз бозбала шағында бұл не кетіп қалады? Днепропетровский, иә. Сөйтіп бұл жігіттік шағының бәрі, серілік шағының бәрі, жаңағы достарының бәрі, психологиясының бәрі сол кезде советтік неде қалыптасады, комсомолға қарай кетеді.